Бірнеше күндерден кейін есік алдына шығып тұрсам, жаңағы апамыз, орыс апамыз тағы да жаңа кірпіштер салып жүр екен. Енді қартайған адам немене әлсіреп келіп салып айту. Содан ар жағында әлі бір істен болған, құламай тұрған. Мен айттым, сіз анау істенге жаққа неге барасыз, егер шеттен ала бермейсіз бе? Мына істен құлап кетсе бір күн басылып қарасыз ғой дедім. Ойымда түк те жоқ. Бірақ менің негізі аузым дуалы, мен оны өзім де айтам, өзгелер де айтады, білетіндер айтады. Содан мен баламды алып абайға кетіп қалдым. Балаларды алып абайға кетіп қалдым. Атамызды алып бәріміз кетіп қалдық. Содан кетіп қалған кейін бір 6-7 күнде оралдық. Оралсақ, мына жерде алуға болмайды, бәлен түген деп былай қоршап қойыпты қызылменен. Кірпішті алуға болмайды деп. Содан кейін мен бір тұрған біреуге барып айттым, мына кірпішті алуға болмайды деп, аяғымда бір құлаған нәрсені енді деп сөйтіп едім. Жоқ, мына жерде мына жақта тұратын бір коляскаменен сүйреп жүретін, сен көрдің ғой деймін, сол апаны деп сөйдеді. Сол жақта тұратын әйел, Қашағарған маңайында тұратын әйел, марқұм қайтыс болып кетті ол әйелді, татарға. Сосын бір рет сендердің есік алдында отырғанын көргім деді. Иә, білем деп сөйдедім. Сол кісіні, сол біз кеткеннен кейін 3 күннен кейін жаңағы істен құлап басып қапты. Сонда айтады ғой, әлгі күн күркіреп найзағай түскенде, найзағайдың оны сен білмейсің, қай жерге, кімнің басына, далада отырған кісіге, үйде отырған түсе ме деп айтатын әжем, үйде отырған кісіге түсе ме. Самауыр айнаның бәрін жауып, мынадарға жарқылдағанда найзағай түседі деп бала кездерімізде. Сонымен айттым, аяқ деген басқа кісі емес, жаңағы сол кісіні басып па деппін ғой мен. Сонда сол кісі сөйтіп жүріп қайтыс болып кетті. Айтпақшы, ана балаға мен беретін үйімде жоқ, ол неменеге келеді дейді. Содан әлгі үйде тұрадым, үй қандай осы кісінің деп. Жоқ, бір жаман үй деді. Ескі жапа болған үй деді. Бұлай ол кісі кезінде үлкен қызмет істеген деді. Соныменен менің осындай адамдармен сөйлесіп кетудің нәтижесінде неше түрлі әңгіме білетіндігім, сол әңгімені қорда, ойымда жүретіндігін тету достар сіздерге айтып отырмын. Сол Клара ханым, құрметті көрермендерім, лайк басып, жазылып кетіңіздер, жазылып жатсыздар. Онсыз да мені өте құрметтейсіздер салған видеоларымда. Құрметтілерім деп қояйын.